Кеттік. Қарағандылық кәсіпкер ұлттық компаниядан 57 миллион теңге ақша ұрлаған. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Қандай ұлттық компания десеңші? Қазақстан темір жолы. Қарағандыда Жыл отдел строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты тергеу аяқталды. Осындай көп ақшаны қалай ұрлаған сонда? Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қарағандылық бөлімшеге жататын станция жолдарында құрылыс монтаждық жұмыстар жасапты. Бір сөзбен айтқанда қоршаулар орнатқан. Жұмыс көлемін арттырып, ақшасын алып алған. Мә, братан, мұнда жұмыс көп қой. Ақшаң жетеді ме? 57 миллион теңгеге қоршау деген өте көп сияқты. Қаржы мониторинг агенттігі де солай ойлайды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысын 6 жылға шартты түрде бостандығынан айырды. Келтірілген шығынның 80%-ын бюджетке қайтарыпты. Қалған қаражат бойынша медиативті келісімге келген. Ал ақпараттың толық нұсқасы Экспресс-ка сайтында.